Күн яхшы булсын, хөрмәтле Нугай ЛФМ радио тыңлаучылар. 103.2 толкынында, поэзия толкынында бүген бездә радио көпірдә кунакта Рамил Ишмөхәммәтов. Ул безнең билгеле Нугай тарихчымыз, яш шаирimiz, бик өнерле егетimiz, йортчымыз. Рамил Ишмөхәммәтов кайсы yerдә дә өзенең ялгыз сырларын оқып, Нугай халкы ушын яна авырып, оның тарихы ушын яллап йөрде. Бүген оның Рамилдин патриотлык сезимләре толкынлашкан ятлауларын сезде тыңламага шакырамын. Сөз берик Рамил кедемскә. Кардашлар, Нугай юк дип айтып мага. Өтрик сөз ул. Нугай бар. Алтын Орда хуман болган эдегенин туудыгы, тил мутпаган, намус туткан Нугай ханның урлыгы. Мен Нугайман, башка милләт атын эште такпайман. 40 батырдын орак мамай, халктын данкын сатпайман. Кавказда да, Эдилде де, тек су бойда, Кырымда. Нугай сөзі муталмаяк, данклы болсын дайында. Ата-баба туған шөлім, бесігімді шайқаған. Сау дүнияға өктем болсын мұрза халқым Нугайстан. Сүйім бөліп, ятлау язып, номай ерлар ерлаған. Темір көбе толға киіп, қылышларын қайраған. Қаңлы соғыс игон дауда ол яуларды өлтірген. Қара марас, бәле шақта мың өліп олтірген. Күн атса да, қар яуса да, бұл дүнияда Нугай бар. Намаз қылған, адет тұтқан, өз хақларын ол алар. Нугай данқын урламаға біз бермейміз яуларға. Алла бізге ярдам берсін, тура yolman бармаға. Мен Нугаймын. Нугайлардың біреумен, тарихы дестан, Нугай ердің бар иесі мендірмен. Ана тілін айтыңыз, біз өзіміз күнәліміз бәріміз. Қайдан бала үйренмеге болады, оны ұмытып қолданмайды халқымыз. Бесік ерлар Нугайша ерланмайды, ата-ана не екенде білмейді. Бесіклерді шетке салып мұттырып, ұйқлату да балады шайқамайды. Тыңламайды өсиятқан балалар, Нугай эртек, ямақлар, емшынлар. Біз өзіміз күнәліміз бәріміз. Біз айтпасақ созатларды қымайтар. Дестанлардың, батырлердің Нугай тіл, шайырлердің, әлімлердің Нугай тіл. Сені мұтса Нугай болмайды. Қыпшақлардың, көктүрлердің Нугай тіл. Сен Алладан бізге икон аманат. Тек бізден сен көріп тұрдың қиянат. Тілсіз миллет келиегін көрмейік. Мұтылайық Нугай деген даңқлы ат. Батыр тілім, батыр мұрза сөйлеген. Күшлі даулар соғыслар көрдің сен. Біз боршылымыз ана тілді сақлауға. Ана тілді сақлау керек өлімден. Туған ерім, сенде yok бір зат yok. Яңдай, қандай, тап юректей солай оқ. Туған ерім, Нугайдың ата юрты, кіндік қаны анадың ақ сүті. Юсан ислікен яйылған тоғайлар, суы толған балықлы елғалар. Туған ерім, алтын орда қонған ер. Ай Алламау туған ерге нәсіп бер. Нугай ханның едегедің халқы бар. Батыр халқым, мырза халқым Нугайлар. Сарай бату, бұрынғы дәулет хан. Ана Еділ халқымыздың қан ян. Батырлардың тамырларда қан аға. Оны ұмытсам, зат айтайым мен саға. Мен яваплы, борышлы сенің алдында. Ата-баба атын қалай ұмытпаға. Басқа халыққа айланмаңыз Нугайлар. Тарих сатқан, намыс сатқан ел сатар. Өз-өзіңді сыйламасам не пайда? Енкейтаған өз-өзіне оқатар. Көп сау бол, Рамил кедеміз. Сонда жүрекке тие таған сыдыраларың үшін. Әрбір ойыңда, әрбір сыдыраңда сезіледі жүрегіңнің соғуы. Халқыңа күшлі сүйімің, тарихыңмен өктемсуің. Қайди игі сөзлер, мен Нугайлардың бірімен, тарих, дестан, Нугай ердің бар иесі мендірмін деп. Міне сөйтіп, әрбір яс, әрбір жігіт, әрбір қыз айтса өктемсіп. Ясикөллеріміз де оларға игі маслағат беріп тұрса, сол заманда bizim dinimiz de, tilimiz de, tariximiz de unutulmaz. Biz
әр заманда улы халық болып яшармыз. Сау бол. Алла разы болсын саға. Аяулы радио тыңдаушылар, сіз де сау болыңыз. Бүгін біз өнерлі ясымыз Рамил Ишмухамбетовты тыңладық. Аман тұрыңыз. Көріскенше күн яқшы.